4 апельсиннен 6 литр лимонад шығаратын боламыз. Жаздың апталап ыстығында шөлдеріңізді қандыратын өте дәмді лимонад сақтап алып міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен апельсиннің цедрасын осылай теркадан өткізіп аласыздар. Лимонныңкін де өткізіп алдым. Қант салып жақсылап араластырып аласыздар. Сөйтеміз де апельсин мен лимонның соғын сығып алатын боламыз. Бізге соғы керек болады. Сокты общий массаға құйып жақсылап араластыратын боламыз. Қант ерігенше араластырыңыздар. Мята керек болады бізге. Мятаның 3-4 жапырағын осылай жұлып аласыздар да, осылай 5 литрлік су керек болады бізге. Ішіне бірінші мятаны саламыз. Сөйтеміз де ситадан өткізіп ванилигі сиропымызды құятын боламыз. Ешқандай түйіршігі өтіп кетпеу керек. Жақсылап баклажканы шайқайсыздар. Сонымен 6 литрлік лимонадымыз дайын болды қыздар. Осындай ерекше подачамен берсеңіздер болады. Бірінші сиропқа батырасыздар стакан, сосын қантқа батырып, ішіне лимонад құйып, жанына апельсинмен сәндеп берсеңіздер енді дәмі керемет қой қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.